теориядан қайтадан практика өтейік. Сабақтың тақырыбы икигай. Бұл икигай деген сөз бізге Жапон мемлекетінен келгенімен өте жақсы өзін тануға сәйкес келеді. Себебі икигай дегеніміз бұл өзінің өмірде орын тапқан, өзінің саласын тапқан, өзінің жұмысын сүйіп жақсы көретін адамдардың өзінің икигайын тапты деп айтады. Ондай болса, икигай дегеніміз не? Икигай дегеніміз бұл егер де біз алатын болсақ, 4 шеңбер. Ең біріншіден мен нені жақсы көремін. Так, жақсы көремін. Екінші шеңбер бұл бізде менің қолымнан келеді. Үшінші шеңбер бұл басқа адамға қажет, адамға қажет. Және ең соңғы 4-ші шеңбер бұл сізге, сіздің қабілетіңіз үшін ақша төлеуге дайын қабілеттер. Осы 4 шеңбер қиылысқан кездегі мынау ортасы бұл сіздің икигайыңыз болып табылады. Икигай. Әрине, қазір мен сіздерге айтқанда теория жүзінде бұл өте оңай, түсінікті, мен жақсы көретін, қолымнан келетін, қажет және ақша төлейтін тізім деп қарастырып, біз оны икигайды теория жүзінде түсіну ол өте оңай. Бірақтан шындығына келгенде, нәтижесінде, тәжірибе жүзінде бірден икигайыңызды табу ол кішкене қиынға соғуы мүмкін. Бірақтан егер мына жаттығуды қазір беретін жаттығуды жасасаңыздар, онда сіз өзіңіздің икигайыңызға келуге тағы да бір үлкен қадам жасайсыз. Оны қалай жасаймыз? Сіздер ең алдымен ең бірінші шеңбердегі мен нені жақсы көремін деген кез келген іс-әрекеттің барлығын сипаттап жазасыздар. Барлығын міндетті түрде тізім бойынша. Мысалы, бірінші, енді келісетін шығарсыздар, кез келген адам енді музыка тыңдағанды жақсы көрер, Сондықтан, мысалы, мен де жазам, мен музыка тыңдағанды жақсы көремін. Екінші, не жақсы көруге болады? Кино, сериал, білмеймін, кино мүмкін көресіздер. Мүмкін мен дәмді тамақ жегенді жақсы көремін, Оның өзінде бір негізен іске айналдырып алуға болады ғой, бірақтан сіз де өзіңіздің тізіміңізге жазып қойыңыз. Дәмді тағам жасау, немесе жеу, кімде қалай. Ары қарай кеттік. Мысалы, фото түсіру дейік, тауға шығу. Және де тура солай сіздер кемінде негізінен 100 пункттен тұратын тізім жасағандарыңыз жөн. Білем, басында 100 пункт жазу кішкене қорқынышты және де қиынға соғуы мүмкін. Дегенмен сіз кез келген затты жаза беруіңіз керек. Бұл жақта өзіңізді шектемеңіздер. Себебі қандай пункт болмасын, оны міндетті түрде бір іске айналдырып жіберуге болады. Ең басты ол сіз жақсы көретін зат болу керек. Өйткені сіздерде бір жақсы танитын цитатаны білетін шығарсыздар. Егер сіз өзіңіздің жұмысыңызды жақсы көрсеңіз, онда сіз бірде бір күн жұмыс жасамадым деп есептеңіз, Сондай да мақал бар бізде, сондықтан ерінбей 100 пункттың барлығын жазып шығыңыз. Екінші қадам, сіз өзіңіздің жақсы көретін барлық тізімді жазып болғаннан кейін, енді біз менің қолымнан келетін әрбір тізімнің қасына бір плюс қойып шығасыздар. Мысалы, музыка тыңдау, енді ойлаймын, бұл менің қолымнан нақты келеді, оның жанына плюс қоямыз. Киноны қоям, дәмді тамақ дайындай алам, фото түсіре алам. Енді фото шынымен де әдемі шықса, мысалы, фотоның қасына да плюс қоюыңызға болады, Ал енді енді мен тауға шыққанды жақсы көремін, бірақтан шыны керек, тауға баратын тәжірибем менің көп болмағандықтан, оның қасына мен мысалы плюс қоймай кетемін. Сөйтіп біз енді менің қолымнан келетін зат 100 тізімнің ішінен оның әр қайсының жанына бір плюстен қойып шықтық. Ары қарай, үшінші қадам, біз енді үшінші шеңбермен жұмыс жасаймыз. Яғни басқа адамдарға осы тізімнің ішінен не қажет болуы мүмкін, Мысалы алайық, музыка тыңдау басқа адамға қажет па? Негізінен шыны керек, менің мысалы бір музыканы тыңдап отырған басқа адамға көбінесе керек емес те шығар, Бірақ егер мен әнші болуды, оны профессионалдық тұрғыда кәдімгідей зерттеп, соның салада маман боламын деп есептесем, онда менің музыка тыңдағаным керісінше басқа адамдарға да қажет болуы мүмкін, Өйткені мен мүмкін бір аналитик боламын, немесе бір бағдарлама жүргіземін, ТВ-шоуға байланысты. Бірақтан мен ол маған қатты аса керек болмағандықтан, мен осы
жолды қарастырмаймын. Ары қарай кеттік. Кинода да тура солай. Егер мен режиссер болып келіп, осы кино саласында қатты дамығым келсе, ол негізінен басқа адамдарға қажет болуы мүмкін, иә? Өйткені мен барлық киноларды қарап шығудың арқасында мен бір-бірін салыстырып, видео қалай түсірілді, режиссурасын, монтажын барлығын қарап, ол басқа адамға мысалы қажет болуы мүмкін, және оны кейін біз ақша табатындай жолдарын қарастыруымызға болады. Бірақ менде бұл салада ондай өзімді қатты көрмегендіктен мен оның қасына плюс қоймаймын. Дәмді тағам басқа адамға қажет па? Менің ойымша қажет. Ең алдымен мысалы жолдасыңыз үшін, егер әйел адам болсаңыз, дәмді тамақ дайындайсыз, жанұяңызға дәмді тамақ дайындайсыз. Яғни басқа адамға қажет болса, қасына тағы да бір плюс қоямын. Фото түсірген. Менің ойымша басқа адамдарға қажет, себебі қазір әлеуметтік желі қатты дамып келе жатқан заманда әдемі фотоның болуы бұл осы бренд қалыптасуының бір жолы болып табылады. Сондықтан мысалы мен фотоның қасына да плюс қоямын да, и тура солай тізімнің соңына дейін әрбір адамға қажет ау деген әрекеттің қасына бір плюстен қойып шығамын. Ары қарай кеттік. Енді бізде қарап отырсаңыздар, тек қана 2 плюсы бар жағдайларды қарастырамыз. Ал ең соңғы біздің қадам бұл енді осы ақша, яғни осы іс әрекеттің монетизациясы, яғни икигай табу үшін біз өзіміздің ісімізден тағы да ақша табуымыз керек. Ондай болса не болуы мүмкін? 2 плюстан қалған дәмді тағам. Дәмді тағам егер мен дайындасам, мен одан ақша табатын жолдар бар ма? Әрине бар, Қасына плюс қоямда қандай жолдар бар? Мысалы мен ең қарапайым аспаз болуы мүмкін, повар болуы мүмкін, немесе өзінің кафе, ресторан ашуға болады, Мысалы, үшіншісі, қазір декретте отырса, көбінесе торт пісіреді, Осының әр қайсысын мен кейін ақша табатындай жолдарын қарастыруыма болады. Ары қарай кеттік. Тағы да қандай 2 плюсы бар жол бар? Мысалы, фотоға түсіру, Фото түсіру менің қолымнан келіп, адамға қажет және ақша табу жолдары, әрине бұл ең алдымен фотограф болу, Немесе фотостудия жасауға болады, фотокурс ашуға болады, яғни оның да жолдары өте көп. Енді бізде не қалды? Қарап отырсаңыздар, сонау 100 тізімнің ішінен сізде бір ең қатты 3 плюсы бар, сіздерде бір 5-6 ең маңызды іс әрекеттер қалуы мүмкін. Енді осы 5 әрекеттің ішінен сіз сізге қай салада көбірек өзіңізді көргіңіз келеді, содан бірінші бастап, осы іс икигай сіздікі ма, сіздікі емес па, соны тексеріп алуға болады. Негізен қарап отырсаңыздар, басында бұның барлығы айтылуы, жасаймын ау деген секілді оңай көрінгенімен, бұл жаттығуға міндетті түрде мән беріңіз. Себебі сіздің 100 пункттен тұратын, жақсы көретін істеріңізден тек қана 5-еуін ғана таңдап алу, бұл кәдімгідей үлкен зерттеу және де зейінді талап ететін жаттығулардың бірі. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар, және де әр қайсымен ары қарай қалай жұмыс істеп, және де бұл менікі ма, менікі емес па екенін білу үшін келесі сабақта сіздерге айтатын боламын.